Нұреке қалай естіліп тұр ма? Иә, естідім. Ай, тамаша. Эфирімізді бастайық. Армысыз, құрметті көрермен. Жастардың шығармашылық фестивалін өткізу аясында бүгін бізде қонақта жас актер, өзін режиссерлік қырынан да көрсетіп жүрген, осы уақытқа дейін театр, телевидение саласында қызмет атқарып үлгерген Римхан Нұрсұлтан Талғатұлы. Нұреке, алдымен қош келдіңіз дейміз. Әңгімеміздің әлқиссасын сіздің өнерге келуіңізбен бастасақ. Жалпы өнерге қалай келдіңіз? Қайдан келдіңіз? Кім бағыттады өнерге? Мгм, мгм. Өнерге сол жастайымыздан үлкен ағаларымызға қызығып өнердегі именно сатира жанрындағы актер Нұржан Төлендиев. Мен өзім Сарыағашта өскен балам, Шымкентте. Сол кісілерге қарап өсіп, сонымен сахнаға шығып, жайдарман ойнап, сол комедия жанрына келгім келген негізі. Ол басты қызығушылығым сол болған. Сонымен оқып жүріп, мектеп қабырғасында жүріп, жаңа КВН-дерге қатысып, ізденіп жүріп, осы Жүргенов өнер академиясы деген Алматыда бар екенін естіп, сол жерге оқуға тапсырып көрейін деп, 11 сыныпты бітірген соң оқуға тапсырып, сол жерде Дариға Тұраңқұлова деген сахна шебері, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, сол кісінің қолында 4 жыл білім алдым. Жалпы өнерге солай келдім мен. Өнерге солай Былай келдіңіз. енді, иә, бір әкем немесе үйдегі отбасымда өнерде шыққан азамат жоқ. Біреулер айтып жатады ғой, менің әкем өнерде болды, ағаларым болды, соларға қарап деп. Менің ондай отбасымызда, біздің елде ондай өнерге қатысы бар, өнер адамы болмаған. Жақсы, жақсы. Жалпы өнерге келгеніңізге өкінбейсіз ба? Жоқ, өкінбеймін. Бұл енді бізге тағдырдан бергені деп ойлаймын. Алла тағаланың маңдайымызға жазылғаны. Өйткені барлығы бір оңай болып кетті ғой. Мысалы, оқуға түсуді барлығы өз ретімен келді. Ешқандай бір қиналып, бұл жолда ондай бір азап шеккен жоқпыз, былайша айтқанда, қиналған жоқпыз. Немесе бір таныстарымызды қосып, солай келген жоқпыз да өнерге. Өзіміз өз күшімізбен келдік. Содан кейін оны өкінетін ештеңесі жоқ. Әлі жаспыз, жасымыз 27-ге әлі толған жоқ. Енді Құдай қаласа толады. Өміріміз алда. Біз енді алғашқы қадамдарды бастық өнерде. Оқуды ғана енді осы бітіргенімізге 4-5 жылдай болды. Шығармашылыққа енді ғана қадам басып келе жатқан жас өнерпазбыз. Сондықтан әлі болашағымыз алда. Өкінетін ештеңе жоқ. Оны бір 60-та 70-ке келген кезде сұрасаңыз, Бәлкім дейсіз ғой. бәлкім. Вот так. Так, Нұреке, сіздің осы уақытқа дейін Асқар Наймантаев ағамыздың Беймарал театрында қызмет атқарғаныңызды білеміз. Одан бертін Фит ТВ арнасында қызмет атқарғаныңызды білеміз. Одан басқа тағы да осы уақытқа дейін қай жерлерде қызмет атқарып үлгердіңіз? Енді айта берсек көп. Мына бізде қазір Алматыда аутсорсинг компания дейді. Негізі мына үлкен каналдар, телеарналар, Хабар, Қазақстан болсын, мемлекеттік және де мынау коммерческий каналдар болсын. Олар өздері нелер түсірмейді, бағдарламаларды, аутсорсинг компанияларға береді. Сол аутсорсинг компанияларды, яғни продакшн деп аталады оны. Сол жерде қызмет жасадым. Хабар арнасына 2 деректі фильм түсірдім. Қазспорт арнасына 1 бағдарлама жасадым. Алматы каналына 1 бағдарлама жасадым. Сол жерде өзім режиссер болдым. Актерлықта қырларымды көрсетіп түскен кездерім болды. Және одан бөлек жаңағыдай радиоларға жарнама оқимыз. Бағдарламалардың ЗКТ-сын оқимыз, соны дикторлық, яғни өзіміздің дауысымызды пайдаланып отырып. Дубляж жасаған жоқ тек қана. Тек қана дубляж қалды, иә, жақсы. Менің білуімше, қазір сіздің актерлыққа дайындайтын өнер мектебіңіз бар. Дұрыс айттым ба?
осы жайына тоқтала кетсеңіз, ол жерде кімдер оқиды, ақылы ма, ақысыз ба, кімдер бара алады, жалпы не үйрене алады? Былайынша айтқанда бір өзіңіздің өнер мектебіңіздің презентациясын жасап кетсеңіз. Аха. Енді көбісі ойлауы мүмкін, мына жап-жас бала қандай тәлім береді, қандай білім береді деп. Ол шындық енді әркімнің логичный ойлағанда солай ғой. Мысалы, біз өзіміз қандай үлкен мамандардан білім алдық. Біздің ұстазымыз қандай еді, олар деген Дариға Тұранқұлова, Маманбай Серкенұлы, Асқар Наймантаев, қаншама өмірді көрген, өнерде қаншама жолдарды, талай асуларды, белестерді бағындырған, қаншама мықты актерларды дайындаған кісілер. Олардың қасында біз жас қана баламыз, кеше ғана оқуды бітірген. Енді қарап тұрсаң, логично ойлануға болады, бұл жас қана азамат не бере алады қазіргі жастарға деген. Бұл негізі өнер мектебін ашудағы негізгі мақсат емес, бұл қалай ашылды ең бірінші. Бұл бір намыстан туылған да нәрсе деп ойлаймын мен. Өйткені қазір Instagram, YouTube желілері қатты дамыған. Қарасаңыздар, сол жерде курс үйретіп жатқандар көп. Өздері өнерден хабары жоқ, телевидение не екенін білмейтін, не журналистикадан хабары жоқ, не кино түсіріп көрмеген, немесе жаңағыдай актерлік оқу оқымаған, былайша айтқанда өзінің аузы толған дефект, дикциясы нашар болып тұрып, журналистика сабағын берем, дикторлар дайындаймын деп курстар ашып жатыр. Және өзіңіз білесіз, тамадалар курсы деген бар. Тамадалар дайындаймыз, тағысын деген сияқты. Жай былайша айтқанда өнерден алыста жүрген азаматтар ғой. Асып кетсе осы тойдың төңірегінде жүрген, асаба болып жүрген азаматтар сондай курстар ашып жатқан кезде әрине менің намысым келді. Өйткені біз сондай мықты ұстаздардан оқыдық 4 жыл. Тәжірибеміз бар, жұмыс жасап. Аз болсын, мақұл 4 жыл, 3 жыл аз тәжірибе шығар, бірақ сонда да білеміз шет жағасын. Толық білмесек те 80%-ға 90%-ға білетін өзіміздің кәсіптеріміз бар. Соларды біле тұра біз қалай жастарға, мына қазір көп жастар қалайды да соған. Олар еще адасып жаңағындай білмейтін адамдарға барып жатады. Солар еще көп адамдар жинап алады, жаңағы айтылған азаматтар. Сөйтіп, мектеп оқушылары өнерге келгісі келеді, қалай келуін білмейді, қызығады, сахнаға шыққысы келеді. Соларға бір бағыт бағдар болсын, кішкене білсін деп өзіміздің білгендерімізді осы үйретеміз. Сондай намыстан туылған нәрсе ғой ең бірінші. Сол кісілерге қарап, үйде кішкентай бала бар. Солай ашылған болатын. Негізі да, мысалы қарасаңыз, сіз мысалы білеміз ғой, жүргенде қаншама жастар бар оқып жатқан білімде. Таза білімді азаматтар, біз біліміміз аз екенін білеміз. Мысалы біздің дәрежемізді білеміз өзіміз, өйткені сол білімімізді аз екенін әлі де біз жетілдіруіміз керек деп ізденеміз, кітаптар оқимыз, ұстаздардың кеңесін аламыз қаншама. Сөйтіп жүреміз да, біз өзіміз сабақ беруге кішкене толықтық деп айта алмаймыз, өзімізге бір андай сенімсіз боламыз. Сөйтіп жүрген кезде жаңағыдай азаматтар өздері курс ашып сабақ беріп жатқаннан кейін кішкене қой деп есімізді жинап, бізде сәл болсын білетіміз бар, соларды үйретейік. Менің жалпы осы өнер мектебім мектеп оқушыларына арналған. Бұл Алматы қаласының жанында, Алматы облысында, станция Шамалған деген жерде орналасқан қазіргі таңда. Енді сол мектеп оқушылары 11 сыныпқа дейінгі оқушылардың барлығы келеді. Одан бөлек енді оқу бітірген, жаңа колледжде оқып жатқан балдар да келіп оқып жатыр. Оларды негізгі бағыты мен осы жүрген өнер академиясына дайындау. Негізі олар үлкен білімге, жоғары университетке дайындау үшін соған дейінгі дайындық кезеңдерін өткіземін. Одан бөлек мына телевидение және осы кино, қазіргі таңда қысқа метражды бір кино түсіріп үлгердік балдармен. Осы камера алдында жұмыс жасау, камерадан қорықпау, еркін сөйлеу және жүргізушілікті, сосын осы театр өнерін үйретіп жатырмыз. Бірақ сол менің деңгейін білем өзім, ол университетке дейінгі ғана дайындаймын. Өзім үлкен жауапкершілік, былайша үлкен жауапкершілік, ол біреудің тағдыры, ол болашақ актер болса, мен оның тағдырын немесе балта шапқым келмейді. Мен оны тек қана дайындап өзімнің ұстаздарыма
жүрген өнер академиясының ұстаздарыма қарай ары қарай жіберемін. Жақсы, тамаша. Жалпы өнерге қадам басам деген азаматтар мен азаматшалар дайындықты неден бастау керек? Естілмей қалды. Өнерге қадам басам деген азаматтар мен азаматшалар дайындықты неден бастау керек? Не істеу керек өнерге бару үшін? Әрине, саналы түрде дайындалу керек, ол ең алдымен әдеби шығармалар. Жалпы өнерге бармастан алдын өзі ол бала ақын жанды, мына қазақтың жыр дастандарын, оқу өлеңдерін жаттап, жалпы осы әдебиетке, қазақ әдебиетіне қызығушылығы бар азамат болу керек деп ойлаймын. Тарихты білетін, сол осы өнердің, театрдың тарихын білетін, театрдағы актерлардың тарихын білетін, сол кісілерді оқыған, тоқыған, солай білген дұрыс. Ең алдымен өнерге мен қайда бара жатырмын, не болам, ешкім білмейді әрине алдымызда не болатынын. Бірақ соған өз осознанно дайын бол, мен өнер адамы болам. Интеллигенция дейді, интеллигент қауымы. Яғни мәдениетті тасымалдаушы адам болам деп, өзі осознанно түрде барған жөн. Ең бірінші санасын дайындау керек дейсіз ғой сонда? Иә, мен не айта аламын, не үйрете аламын? Естілді ма мен досым? Естіліп тұр. Мысалы, бізде ұстаздарымыз айтушы еді, театрға баратын болсаң, халыққа тәрбие беруің керексің, қандай тәрбие бересің, не көрсетіп, мысалы, театрға барсаң, кімді ойнайсың, қандай геройды ойнайсың деген сияқты. Сол сияқты өнерге келген кезде мен кім боламын нақты, қандай жетістікке жете аламын, немесе өзімнің немді көрсете аламын халыққа, қандай тәрбие беремін деген сияқты. Жақсы. Таза жүректен таза өнер шығады деген сөз бар еді ғой, Нұреке. Жалпы сіздің мектебіңізден келіп тәлім алып жатқан балаларға осы бағытта бір ақыл кеңестер айтыла ма? Сұрағыңызды түсінбедім. Сіздің мектебіңізде оқып жатқан балаларға жаңағы таза жүректен таза өнер шығады деген ұстаным осындай бағытта ақыл кеңестер айтылады ма? Әрине. Мен өзім өз білімімді, жаңа беретін сабақтарымды жоғарыдан, бір ауадан алмаймын. Әрине, өзіміздің ұстаздарымыздан естіген ақыл кеңестерімізді береміз. Таза осы өнер бағытында, театр бағытында Станиславский жүйесімен сабақ өтеміз. Менің өзім қол астымдағы мұғалімдердің өзі осы Жүргеновті бітірген, музыкальныйды бітірген, мәдениет колледждерін бітірген азаматтар мен азаматшалар. Олардың барлығы өзінің ұстаздары бар. Мен өзім жастарды жинадым жаныма, жас мұғалімдер барлығы. Сол университетте, академияда қандай ақыл кеңестер беріледі, қандай сабақтар өтеді, қандай жүйе өтеді, сол жүйені береміз. Бірақ балдардың жасы келмейді әрине, олар 17-16 жасқа дейін. Бірақ соның нагрузканы аздау береміз. Жақсы, түсіндік. Нұреке, енді мынау сахна тіліне келейікші. Енді мынау бүгінгі іс-шарамыз басқа бір жастарға ақыл кеңес бағыт болсын деп жатырмыз ғой. Сахнаға шығуға мысалы ем керек, дауыс керек, тілде дефекті болмау керек деген сияқты бір сахна тілінің заңдылықтары бар. Осы тұрғыға бір тоқталып кетсеңіз, дауысты қалай қоюға болады, емді қалай қояды, тілдегі бір дефектілерден, жаңа әріптердің жетіспеушілігінен қалай құтылуға болады? Әрине, оның барлығы тез болатын нәрсе емес, үлкен процессті талап етеді. Жалпы айтады ғой, біз мысалы өзіміз осы өнер академиясына түскен кезде менің өзімде дефекттер болған. Раны айта алмайтынмын.
сол сияқты сақауланып сөйлеймін, тілім күрмеліп қалады, неше түрлі осындай ақаулықтар болды да енді дикцияда. Оны біз өзіңіз білесіз, 4 жыл 5 жыл оқиды ол жақта актерлар деген. Ол сондай көлемде талап етеді да негізі. Оның өзі аздық етеді. Ол өмір бойы, бұл жаттығулардың барлығын өмір бойы. Яғни театрда қаншама 60-ға 70-ге толған актерлар бар. Олар әлі күнге дейін сол тренингтерді жасап жүреді, жаттығуларды жасап жүреді, өйткені оған керек. Сахнаға шыққан кезде актер бүкіл аппаратын, денесін дайындау керек. Актердің ең бірінші құралы ғой, ол денесі, өзінің организмдері, мына аппарат, ауыз аппараты, сөзі, анық шығуы, соның бәрі актердің ең бірінші өзінің керек дүниесі. Соларды саздап, баптамайынша ол актер сахнаға шыға алмайды. Шыққан күннің өзінде енді неше түрлі ақаулар болады. Сол секілді ол көптеген жұмысты талап етеді. Мына ең бірінші бізде денедегі қысылымнан арыламыз ғой. Актердің денесінде қысылым болмау керек. Өйткені денеде қысылым болса, бір напряжение болса, үн қалай шығады? Үн адамның осы алдыңғы кеудеден, бастың резонаторынан, сүйектерден, алдыңғы беттен, маңдайдан және мына жауырыннан шығады, арқадан шығады. Ал ол жерден үн шыққан кезде, егер адамның денесі қысылған, напряженный болса, үн шықпайды дұрыс. Ол аяғында қою, барқытный, әдемі өзінің табиғи дауысы шыға алмайды. Сондықтан ол ең бірінші осы адамның өзінің напряжениесінен арналған жаттығуларымыз бар. Сондай жаттығулар жасатамыз. Ең бірінші актердің немесе жаңа келген оқушының дене бітіміне назар аударамыз. Барынша спортпен шұғылдануын талап етеміз. Олардың осанкілерін қойып, түзу жүріп тұруына. Және одан кейін дем, енді демді бәрі айтады. Мына жалпы адам баласының деннің саулығының өзі, ауырмауының өзі осы демге дұрыс тыныс алғанға байланысты екен де. Ғалымдардың зерттеуі бойынша. Сол дұрыс тыныс ала білу керек. Оған да енді неше түрлі біз өзіміз оқыған тәжірибемізден де алып қосып айтамыз, үйретеміз. Диафрагмамен демалу. 3 демалу бар ғой өзі. Кеудемен, өкпемен, диафрагмамен және қарынмен. Ол үшеуін де толыққан түсіндіреміз, үйретеміз. Және ең бастысы актерға керек, ол әрине диафрагмамен демалу керек. Өйткені диафрагмамен демалған кезде дем толық болады, ұзақ болады, ұзаққа созылады, диапазон кеңейеді, дауыстың сол секілді. Ал өкпемен демалған кезде өкпе өте аз ғана ауа жинайтын болады да, қысылып қалады. Сосын мына өкпені көтеріп, қайта мына иықты көтеріп, сөйлеген сайын, әр әңгіме айтқан сайын бет тыныс алып отыратын жүргізушілер мен актерлар көріп жатамыз. Әрине, ол енді білімсіздік деп айтамын. Өйткені кез келген жаңағыда телевидение жүргізуші болсын, актер болсын, сахнаға шығатын актер болсын, ол әрине білім алған дұрыс, сахна тілін, сахна мәдениетін үйренген дұрыс деп ойлаймын. Сол секілді жаңағыдай деммен жұмыс жасауды үйретеміз, дұрыс демалуды. Одан кейін мына артикуляциялық жаттығулар жасатамыз, тілге, жаққа арналған, мұрынға. Өйткені біздің дауысымыз солай ғой, мұрындық дауыстар бар, еріндік бар. Содан кейін барып оларға мына санамақтар үйретеміз. Неше түрлі сөз тіркестерін айтқызып, анау БГД, БГДА деген секілді. Сондай жаттығуларды үйретіп келе, сосын бұлардың менде негізі жастары, төмен жастар 16-17 жасқа толған, олар әлі дамып жатқан балдар да, алға қарай дамиды әлі, олардың әлі дауысы жуандайды деген сияқты. Оларға дауыс қоюға мен әрине асықпаймын, өйткені олар әлі өсу керек деген секілді, оларға нагрузканы аз беремін. Дауысқа арналған жаттығу, яғни мына дауысты ашуға неше түрлі. Ол енді ол үлкен еңбек талап етеді. Напряжение керек, ол жерде үлкен қиындықтары керек, жаңағыдай кедергілер болады, тамақта тұрған, солардың бәрін арылу керек. Оған баланың өзі 20-дан асқан болу керек. Өйткені мен өзімнен алатын болсам, мен оқу бітірген кезде 17 жасымда өнер академиясына түстім. Менің даусым өте жіңішке болатын. Осы 18, 19, 20-ға келген кезде даусымда кішкене осы бас дейді ғой,
бас емес, баритонның дыбыстары естіліп, төменгі дауыспен сөйлеп, осы грудноймен сөйлеп бастады. Сол адамның жасы да керек болды. Ал кейбір балдар болады, туғаннан осы табиғи дауысы ірі, сондай жігіттің дауыстары болады. Олармен де жұмыс жасаймыз. Оларды тағы да ашылуға, тағы да жетілдіре түсуге тырысамыз. Сол. Нұреке, Оны көбінесе сабақ барысында айтып түсіндіре аламын. Енді мына сұхбат барысында оның барлығын ауқымдалып түсіндіре алмаймын. Сабақта түсінеміз, оны түсіндіріп береміз әрине. әрине енді ол эфирде бір жаттығуларды көрсете қой деп айтуға да келмейді енді. Бүгін эфир болып тікелей бетпе-бет жүзбе-жүз жұмыс жасап отырмағаннан кейін шамалы қиынырақ қой. Нұреке, мынау осанканы қою үшін мынандай кітап сияқты дүниені бүйтіп басқа қойып біраз уақыт түзу жүру керек дейді мынаны жіберіп. Қаншалықты рас? Рас, оның барлығын біз жасағанбыз студент кезімізде. Денемізді, арқамызды стенаға қойып, тек-текс қылып. Және басымызды былай түзу ұстап, және сол жерге кітап қойып, сол кітапты құлатып алмай жүреміз. Ода ең басты жүру керек. Қозғалыс көп болу керек, ары-бері жүріп. Сол кезде жүрген кезде автоматически дейді былай. Сол өзінен-өзі қалыпты жағдай, осанкаңды тік ұстап, басыңды тік ұстап, сөйтіп жүреді. Біреулер болады, жаңағы бастары салбырап кеткендер бар, неше түрлі осанкасын дұрыс ұстамайтындар. Солар құлатып алады ол кітапты сразу. Соны үйрене келе, ол енді бір күнде шығатын нәрсе емес әрине. Күнделікті жаттығу талап етеді. Ұзақ уақыт дайындықты талап ететін дүние дейсіз ғой. Иә, ұзақ уақыт дайындықты талап етеді әрине. Сіздің инста парақшаңызды парақтап отырып, бірнеше жерден оқыған поэзияларыңызды байқадық. Жалпы поэзияға деген қызығушылық қалай? Поэзияға қатты қызығасыз ба? Иә, мен поэзияны жаныма жақын дүниелердің бірі. Сіз осы сұрақты қоюыңыз керек еді, бағана театр жақын ба, телевидение жақын ба, поэзия жақын ба деп. Сол кезде айтатын поэзия жақын деп. Өйткені поэзия, мен жалпы осы театр өнеріне келгендегі ең бірінші осы көргенім осы поэзия. Мен есімде 2009 жылы 10 класс оқимын. Сол кезде ел арнадан ба, бір телевидение, мәдениет каналынан ба әуезов театрында қойылымды берді. Ерлан Біләл ағамыз ойнайды Мұқағалиді. Мұқағалиді көрдім, ең бірінші спектакль. Оны еще телевизордан көрдім. Жанды көрген жоқпын, былай, живой барып көрген жоқпын. Сол кезде маған ең бірінші театр жүрегіме жақындаған. Сол поэзия, Мұқағали, сол спектакль. Қателеспесем, ақын, періште деген қойылым болу керек. Мұқағали Мақатаевтың өмірінен алынған. Сол қойылымды көру арқылы мен осы театрда ойнағым келіп, шабыттанып, театр актері болғым келгенім бар. Осы Ерлан Біләл ағамызға қарап. Сол поэзия, жалпы поэзияны мен мектеп жасынан бастап оқимын, мектеп кезінен бастап оқимын. Ол кезде мына неше түрлі мына дисктерге тарап кеткен запистер болушы еді, есіңізде болса керек. Неше түрлі Мұхтар Шахановтың өлеңдері, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін дискке жазып айтқан. Шалқар деген, есіме түсті. Шалқар деген актер болатын, радиода қызмет жасады, диктор болды, марқұм болып кетті, иман болсын. Сол кісінің жазған запистері, таспалары көп кеңінен тарап кетті дискпен. Сол кезде қызығып, сол кісінің оқыған өлеңдерін дәл солай қылып қайталап оқып дегенде қызығып жүрдім. Одан кейін осы академияға түскен кезде әрине ол жерде бізде мұғалімдеріміз кітап оқуды бұйырады. Ең бірінші талап ол әрине кітап оқу, өлең шумақтарын оқу және соларды сахнада қойылым қылып көрсету. Сол кезде көптеген шығармалармен таныстық, авторларды таныдық, солардың поэзиясын оқыдық. Сөйте келе, 4-ші курс оқып жүрген кезімізде біз Мәскеу қаласында
қазақтың лирикалық поэзиясы атты концерт беріп, группамызбен барып, сол кезде 21 ақынның өлеңін жатқа оқыдық. Әрқайсысынан 2 өлеңнен болғанда 42 өлең, 50 шақты өлең жаттап, бір аптаның ішінде жаттап, соны барып оқып бергеніміз болған. Зал лық толы болды, 300 адамдай толған зал Мәскеу қаласында, ЦДЛ деп атады, Центральный дом литературов деп. Сол кезде кезінде өзіміздің сол авторлары Мұқағали Мақатаевтар, қаншама ақындарымыз сол жерге барып өлең оқуды армандаған екен. Оның тарихын зерттеп жатқанда айтқанда, сол кісілер армандаған, оқи алмаған сахнасына барып, егемендік алғаннан кейін, қаншама жылдан кейін біз барып, ең алғаш Мәскеуге барып поэзия оқыған қазақтармыз. Жақсы, Осы кезде бір бастан өткен оқиғаны есіме түсіріп айта кетейін деген ғой. Bir haftada, яғни 42 өлең оқу, 42 өлеңді жаттау. Яғни күніне сіздер 6-7 өлеңмен жаттап отырсыңыздар ғой. Қайталай жүресіз бе сұрағыңызды? 42 өлеңді бір аптада жаттау деген күніне сонда 6-7 өлеңмен жаттап отырсыңыздар ғой, иә? Иә, ол енді өте қызық болды. Сол кезде бір ютубтың енді шығып жатқан кезі мен қарап, қалай тез жаттап алуға болады деп іздегем. Тез жаттау жолдары деген сияқты неше түрлі тақырыпты іздегем. Ұйқыдан тұрғанда жаттау, таңертең ерте уақытты өзі миға жақсы кіреді, сағат 5-те 6-да тұрып жаттасаңыз, сол уақытта информация кез келген қабылдау жеңіл болады да, жақсы сақталады. Енді бір апта қалған кезде күндіз түні ұйықтамай сабаққа барған жоқпыз бір апта. Тек көзімізді ашамыз, қағаз, қолымызда кітап, жаттаймыз. Ана өлең жаттаймыз, мына өлең жаттаймыз. 50 өлең жаттағаннан кейін әр ақынның өлеңдерін, әр ақынның өзінің стилін түсіндігі уже кім қалай жазады, кімнің жаңағы ұйқастары қандай болады деген секілді. Кейде бір-бірімен араластырып жіберетін кездеріміз болатын поэзияны. Мұқағалидың поэзиясын Фаризанікі қылып жібереді, Фаризаның поэзиясын Тұманбайдікі қылып жіберетін. Неше түрлі қызықтар болып жүрді сол кезде. Бірақ шүкір жақсы болды. Бір аптада жаттап, соның ішінде ең көп жаттаған поэзия мен болып, мені ерекше атап, Егемен Қазақстан газетінде шығарған несі бар. Нұртілеу деген ағамыздың мақаласы. Керемет кездер болған. Содан кейін әрине поэзия менің ең бірінші жақын дүние, жүрегіме жақын дүние, ол әрине поэзия. Жақсы. Нұреке, осы тұста өзіңізден бір поэзия сұрасақ қалай қарайсыз? Әрине жақсы қараймын. Асхат Маемиров деген Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, академия қабырғасында жүргенде ұстазымыз болған. Қазіргі таңда режиссер, актер, сол кісінің бір керемет анасына жазған бір өлеңі бар еді, соны оқып берсем. Ұялғанда алма беттен қан шығар. Бәлкім бұл да бұл өмірдің заң шығар. Апау, сен сағынғанда мөлтілдеп қос тіземе төгіледі тамшылар. Міне тағы жадыраған жаз келді, біздің жаққа аққу ұшып қаз келді. Сенсең апа, сенің айтқан әр сөзің жалынатқан жүрегіме наз берді. Есейсем де сенен ақыл сұраймын, кеудемдегі әр сезімім шынайы. Келін алып немереде сүйгізем, бағыма тек аман бол шылайы. Жыртылса жаған бүтіндеп едің, ашуың келсе түтіп жер едің. Алақаныма сабай алай алсам, хан ұлындай күтіп көремін. Есіміңді айтып жүрмін ән қылып, әндерімде көп секілді мәңгілік. Сізге деген сағынышым мәңгілік. Сізге деген махаббатым мәңгілік. Рахмет. Тамаша. Жүректің лүпілдері сіз үшін кетіп жатыр, Нұреке. Рахмет.
кызына Мерей дейді. Қалай жаттайды екен, қандай лайфхак айтады дейді. Енді жаттаудың тәсілін жаңа Нұреке тоқталып өттік. Таңертең ертемен тұрып, Иә. жаттау керек деді ғой. Иә, мына біздің дінімізде де бар ғой өзі. Шариғатта да айтып жатады. Таң намазын оқығаннан кейін, таң атқанша, енді қараңғыда оқисың осы таң намазын, күн шыққанша, осы іліммен, біліммен, Құран оқумен айналысқанда, Құран жаттаған кезде оңай болады, жеңіл болады Құран жаттау. Сол секілді өзі дінде де шариғатта айтып кеткен, кез келген өзіңе бөлетін уақытты таңертең сағат таң намазынан кейін сағат 9-10-ға дейін өзіңді дамытумен, өзіңнің денсаулығыңды, өзіңнің памятіңді, жаңағы миыңды, неше түрлі органдарың жұмыс жақсару үшін жұмыс жасау керек. Одан кейін жұмыс дегенде обедке дейін жұмыс жасау. Сол жақта өзінің пландары бар. Бұл шариғаттың өзіне солай келген. Ол мен бір ауадан алып жатқан жоқпын, басқа жерден тапқан лайфхакым емес. Ол шын табиғи. Біз өзіміз Дариға Тұранқұлова деген ұстазым, жаңа айтып жатырмын ғой. Таңертең 5-те оятады. Таңертең 5-те академияға келіңдер. Сағат заң бойынша, Қазақстанның заңы бойынша сабақ 8:30-да басталу керек қой, университет. Біз сағат 5-те тұрып аламыз, кетеміз. Сонымен жатақхана мен академияның арасы 45 минут, асып кетсе 1 сағат уақыт жол. Ерте 5-те тұрып шығамыз, сағат 6-да академияда болуымыз керек. Академияға барамыз, 6-дан 8:30-ға дейін 2,5 сағат жаттығу жасаймыз. Денемізді қыздырамыз таңертең. Сөйтіп сағат 8:30 болған кезде біз терпішіп, жаңа апайдың алдында дайын болып отырамыз. Таза актер жаңа өзінің денесін дайындайды дегендей, сахнаға, кез келген қойылымға, кез келген шығармаға, кез келген дүниеге қопарып тастайтындай болып дайын тұратынбыз. Солай 4 жыл бойы оқыдық. Менің группаластарымның кез келгеннен сұрасаңыз болады, барлығы айтып береді. Жақсы, тамаша. Нұреке, эфирде қоятын дәстүрлі сұрақ бар. Өнерге жолшыбай келдіңіз бе, жоқ? Жолаушы болдыңыз ба? Қалай дедіңіз? Өнерге жалпы жолшыбай келдіңіз бе, жоқ? Жолаушы болдыңыз ба? Естілді ме? Жолаушы болып келдім делік. Жолаушы болып келдіңіз, жолаушы болып өнерге кетіп бара жатырсыз, е? Жүріп барасыз. Бара жатырмыз, е. Жақсы, тамаша. Нұреке, көп рахмет сізге. Өнерде жолыңыз болсын. Осы өнерге қызмет етіп, әрі қарай да жолаушы болып жүре беруіңізге тілектеспіз. Бүгін енді сұхбатымыздан жастар өздеріне керегін алар деген ойдан міндетті түрде бұл эфир сақталады бізде. Әрі қарай қажетті адамдар өзіне қарап, қажетті кеңесін, қажетті бағытын алады деп ойлаймын. Көп рахмет сізге, Нұреке. Амандықта жолығайық. Талантты шәкірттеріңіз көп болсын. Телевидение саласында, театр саласында жолыңыз бола берсін. Амин. Рахмет, Нұреке. Сұхбатты аяқтайық.